сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен шпораға бір емдік сусын дайындаймыз. Аяқты жақсылап массаж істейміз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Сосын массаж істеп болғаннан кейін артынша осы шпораға қойсаңыз, 10 күн осы мені тура мен айтқандай істесеңіз, кәдімгі шпорадан құтыламыз. Шпора дегеніміз не? Қазір сіздерге айтамын. Тура осылай пиязды турап аламыз. Кәдімгі мен бір пияз алдым. Бір пиязымыз 6 бөлек болып шықты. Тура осылай болу керек. Ашылып та кетпеу керек. Тура осылай қалыңдықта болу керек. Енді қараңыздар, мен қалай дайындаймын. Бізге сосын 9% уксус керек болады. Бұл не істейді? Бұл табандағы шпораны жұмсартады, сосын аяқтың астындағы суықтарды алады. Қараңыздар. Тура осылай көйіп шығамыз. Кейін қалғанында дәл осылай қоямыз. Ашылып та кетіп жатқан жоқ. Бір тегіс дәл осылай тұру керек. Қараңыз, үлкен қасықпен тура осылай толтырып қоямыз. Просто қазір табанның астын мен массаж жасаймын. Соның несімен осы уксус екеуі араласып тұрады, пияз екеуі араласып тұрса, өте керемет нәтиже болады. Енді қараңыздар, бұл неге ем десеңіздер, бірінші орында аяқтың астында қандай нелер болады? Нерв тамырлар болады. Әсіресе мозольдар болады. Соның есебіне нерв тамырлар, ұйықтап қалған нерв тамырлар болады. Соларды оятады. Сосын шпора бекерден бекерге шықпайды шпора. Шпора аяқтың астында кәдімгідей шаршаудан шығады, біріншіден суықтағаннан шығады. Тура соның есебіне шпора пайда болады. Енді қараңыздар, тура осылай болып, міне. Мені қазір уксустың несі болып тұр ғой, мына уксустың суы, қазір уксустың несі, пияздың суы да араласып шығады. Мына уксусты кәдімді пияз өзіне алады. Қараңыздар. Тура осындай ажырамау керек. Кейін тағы да айтатын 9%, тағы да қайталап айтайын, 9% уксус. 70% болмайды, аяқты күйдіріп жіберуі мүмкін. Енді аяқты мен тура сол вазелинмен аяқтың табанның астыны дәл сол шпораны массаж жасаймыз. Мына қараңыздар, тура осылай міне, тура осындай жерде шпора болады. Бүгінгі осы апамыздың арызы кәдімгі осы жүрсем дейді, азанғы уақытта тұрған кезде кәдімгі тікен сияқты батады аяғыма дейді. 1-2 сағаттан кейін дейді, кәдімгідей қалып кетеді дейді. Мен шаршадым дейді, балтырларына дейін өтіп жатыр осының несі. Бұл шпора дегеніміз не? Шпора дегеніміз табанның астында, өз табанда, тура осында неде сүйек болады. Сүйектің өсуі кәдімгі шпора деп аталады. Қараңыздар, кәдімгі мұнан өзі, кәдімгі ісік. Көресіздер ме? Шпора мына жерде, тура осы жерде болады. Енді қараңыздар. Оған менің ең керемет, ең жақсы көретін майын вазелинді аламыз. Кәдімгідей тура осылай. Бір қалыпты жағып шығамыз. Кәдімгі шпораны бір қолмен бас саусақпен тура осылай еземіз. Бұл шпора полный мынандай жерлерге, мына жақтарға полный береді ауыл. Азына тұрған кезде, кейбіреулер шатастырып жатады да, азына тұрған кезде аяқты баспай жатса, менің жөті дейді, бүйрегім ауырып жатыр деп шығады. Бүйрегімде тұз бар дейді, сол салмақ салып жатыр деп ойлайды. Ол одан емес. Дәл осы шпорадан. Тұрған кезде табан ауырды ма? Табан ауырған кезінде
Табан ауырды ма, значит ол шпора. Ал егер табанның мына беті ауырды ма, мына бет болса, ол бүйректікі. Тағы біраз сүрілген екен, мына жақ болатын, мына точка болатын болса, ол уже бауырдікі болады. Ары қарай кете береміз ғой, бері қарай уже мына саусақтар уже басқа қарай жатады. Тура осылай. Вазелинді қаншалық көп жақтым, міне барлығы уже сіңіп кетті. Осылай мынау саусақпен кәдімгідей баса береміз, кәдімгідей. Сосын мынау осы шпора кәдімгідей бірінші орында, мен сізге белгілерін айтайын, азан тұрған кезде табан ауырайды, сосын мына жақта полный ісінеді, сосын табанның асты қып-қызыл болып қызарып ісініп кетеді. Именно сол белгілері. Содан шатастырып алады көбінесе. Іскені, ауырғаны сол бүйректен деп ойлайды. Тура осылай. Ешқандай да майдың ізі қалғаны жоқ. Екінші аяқты да тура солай уқалап аламыз да, сосын жаңағы пиязбен дайындалған тұмбамызды жағамыз. Пиязымыздың реңі қандай болды? Пиязың кәдімгідей суы да шықты. Қазір міне бірінші орында шыққан суын жағып аламыз. Бұны қорықпаңыздар, істей беріңіздер. Бұл аяқтың, табанның, даже саусақтардың арасындағы да суықтарды алады. Ең аурулардың барлығы осы аяқтың табанның астынан барады. Әсіресе мынандай жерден. Осы шыққан суларды тура осы жерге жағамыз. Қараңыздар, уже сіңдіріп алып жатыр. Қанша тәжірибеден өткен бұл әдіс, тура осыны істей беріңіздер, қорықпай. Міне, жәулік жағып алдық. Енді екінші аяққа да суы қалсын. Енді кәдімгідей дәл осылай міне пияздарды қоямыз. Міне. Екі. Міне, үш. Бізге керек болады. Бұны әсіресе кешке жатар кезге істеп жатыңыздар. Дәл осылай істеңіздер де, кейін азанғы уақытта алсаңыздар болады. Бұл керемет нәтиже болады. 10 күн осыны істесеңіздер, маған рахмет айтасыздар. 10 күн тоқтатпай істеңіздер. Тура осындай болу керек. Кәдімгі көрдіңіздер ғой. Бұл азанға дейін ешқандай несі қалмайды. Кәдімгі пияздар майға түскеннен кейін кәдімгі ылдырап қалады ғой. Тура сондай болып қалады. Мынау менің ішіндегі, пияздың ішіндегі элементтердің барлығы табанға өтеді. Суықтың барлығыны алады. Дәл осындай екі аяққа да істейміз. Міне, дәл осылай мына не қойып болғаннан кейін, қараңыздар. Астына тура осы табанмен бірге міне жүру керек болады. Міне, қараңыздар, е? Тура осылай жүріп,
кейін аяққа носки киіп кәдімгідей жатар кезге беймарал жатсаңыздар болады. Бір илажы болса 100 шаг анаяқа мынаяқа жүру керек, сосын ғана жату керек. Неге дегенде, мынау пияз жақсы үйкелінгеннен кейін өзінің суы шығады, қайтадан жаңағы уксуспен бірге суы шыққаннан кейін ол өте кереметтей пайдасын береді. Ал осы емді істеп көріңіздер, пайдасы өте керемет, тәжірибеден өткен қанша адамның алғысын алған. Ем болсын әпше.